Барлықтарыңа салам достар, сендермен бірге мен Бонди. Видеоға қош келдіңдер. Бұл видеода қалай проект ашуға, яғни Благо-Россия, Grand Mobile, Live Russia, Brilliant Airport және менің проектім Grand Kazakhstan сияқты проекттерді ашуды үйретемін. Видео салмай тұрып каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басайық. Видео шықпағаны көп болды, ренжімеңіздер, кешіріңіздер. Видео ол шықпаған себебі бар. Оқу басталды және де мен өз проектімді жасап жүрдім разработка жағынан. Ал қазір мен проект жасамаймын. То есть мен заказға жасаймын, бірақ мен өзім лично өзіме ашпаймын. Бірінші менің телеграм каналыма кіреміз, ссылка описанияда. И поискқа вот осылай 3 точканы басып, поиск деген басамыз. Потом 21.12.2023 и поиск басамыз. И потом осындай файл шығады. И наяқта мынау бізде лаунчер 2023 жаңа лаунчер Благо-Россия. Бұны екінші частта үйрететін боламын, қалай дұрыс настроить етіп жасауға. Оны екінші частта үйрететін боламын. Бүгінгі бірінші частта мен қалай мод салуға және қалай хост сервер ашуға болатын, қалай істейтін үйрететін боламын. Так, вот, бірінші біз мына мод дегенді скачатеміз, mod.by Bondi. Енді осыны скачать етіп болған соң 3 точканы басамыз жанындағы. Потом мына сохранить в загрузке деп тұрады. Осыны басамыз. И кішкене күтеміз. Вот болды. И все. Так, енді екінші JSON дегенде ол екінші частта керек болады. Так, APK editor тоже екінші част. Мынау EHGR деген бұл қазір керек болатын болады. Бұл екінші частта да, бірінші частта да керек болады. Бұны скачать етеміз, потом бұны установить етеміз. Бұл файл емес, бұл APK. Осыны установить етеміз. Потом EHGR-ге кірмей тұрып, біз енді файловый менеджерға кіретін боламыз. Загрузкиді басамыз, потом Telegram дегенді басамыз. И наяқта вот біздің сохранить еткен mod.by.bondi деген тутор тұрады. tutor.zip деп тұрады. Осыны ашамыз. Вот, осыны копировать етеміз да, потом копировать басамыз. И шығамыз, загрузкиға ставить етеміз. Вот, менде уже бар, наяқта вставить етіліп қойған. Сондықтан сіздер вставить етесіздер. Потом енді біз хост ашуды көреміз. Енді біз Google-ға кіретін боламыз. Любой браузер. Вот, осы жақта BeanHost деп жазамыз поискқа. И поиск басамыз. Потом осындай сайт шығады. BeanHosting деген. BeanHost hosting деген. Осы шығады. Осыны ішіне кіреміз. Вот, кірген кезде осындай болады. Потом 3 сызықты басамыз. И наяқта регистрация деген бар. Осы жақтан имя, email и ВК-ға ссылкаңызды қоясыз. И потом пароль и повторите пароль. И потом регистрация жасайсыздар. И все. Так, қазір мен вход басатын боламын. Менде аккаунт бар, потому что вот мен вход басым и кірдік. Сіздер регистрация жасап болған соң осындай жерге кіресіздер. И тағы да 3 сызықты басамыз. Потом заказать сервер деген тұрады. Осыны басамыз. И наяқта басаймыз толтыруды. И игра деп тұрады наяқта. Игра деген жерге біз кәрімпа емес, кәрімпа десеңіздер шықпай қалады. Сондықтан самп деп ашамыз. И потом тариф дегенге VIP деген орнына free деген ағылшынша, қазақша аударғанда тегін деген сөз. И қалғандары платный. Оларды өздеріңіз көре жатасыздар, или басқа YouTube каналдан көрсеңіздер болады. И free басамыз.
Потом мына жақта IP дегенге тиіспейміз. Мына жақта количество слотов, количество. Бұл мына жақта қанша адам серверге кіре алады. Дополнительно 1000. Сондықтан мен қазірше 200-ге қоя тұрайын. Сіздер ең астына түссеңіздер 1500 дегендер болады. 200-ге қоя салайын мен. И потом оплатить мына жақта тұрады 3600 күн. Яғни ұзға уақытқа бұл тегін болады. Поддержка стандарт и версия игры тұра береді. И я согласен дегенді басамыз. И заказать деген басамыз. Сіздерге платный хостты рекомендировать етем, предлагать етем. Өздеріңіз көре жатасыздар ол жағын. И управление дегенді басасыздар. И мына жақта вот осындай шығады. Менде на бесплатном сервере есть ограничение деген, ол менде шыққан себебі мен ВК-мды привязать еткен жоқпын. Сондықтан регистрация жасайтын кезде ВК-ны қосуды ұмытпаңыздар. Вот, енді мен қазір хостты қалай настроить етуді көрсетемін. Вот, бірінші FTP дегенге кіреміз. Вот, FTP жоғар жағында тұрады. FTP-ға кіреміз. Мына жақта включить деген жасыл нені басамыз, кнопканы. И все. И мына жақта IP и логин, пароль дегенді копировать етеміз. Вот. Потом файловый менеджерға кіреміз. Удаленный деген компьютердің фотосы тұрады. И басамыз. Добавить удаленное место деген басамыз. И FTP деген басамыз. Осы жаққа біздің бағана копировать еткен IP-мізді қоямыз. И 21-25 сосын қос нүктені алып тастаймыз. Потом порт деген жерде 21 деп тұрады. Артына 25 қосамыз. И имя пользователя дегенге бағанағы логин дегенді қоямыз. S1 бөле дегенді. Потом пароль деген жерге паролімізді қоямыз. Вот. Окей басамыз. И осындай шығады. Потом осы жақта сары папкаларды удалить етеміз. И server.kfg деген CFG деген мен қосып осыларды удалить етеміз. Мен егер платный хостпен ойын жасағыларыңыз келсе, онда оны заказать еткен дұрысырақ. Мен мысалы платный хостпен жасап бере аламын. Оплатасы келсеміз телеграмда сол жақтан келісетін боламыз. Платный хостпен жасағыларыңыз келсе, ол нормально қатпайды дегендей, бірақ бесплатный хостта жаман емес. Өздеріңіз көресіздер. Егер платный жасағыларыңыз келсе, платный хостпен жасағыларыңыз келсе, онда личкаға жазасыздар телеграмдан или комментарияға жазып кетесіздер. Потом енді шығамыз. Қайттан өзіміздің Chrome браузерімізге кіреміз. Өзіміздің хостымызға. Потом MySQL дегенге басамыз. Управлениенің астында тұрады. И войти деген басамыз. И мына жақта жоғар жағына былай үлкейтеміз. Потом импортты басамыз. И импорт басқан соң мына жақта выберите файл деп тұрады. Осыны басамыз. Потом файлы. Так. Файлы. И мына жақта файловый менеджерға кіреміз. Танаймыз да. И загрузканы басамыз. И мына жақта біздің бағанағы mod by Bondi деген бар. Осыны басамыз.
осы жақта астыға түскен кезде сіздерде мынандай gs.бір бәле жоқ bd by bundy деген .sql дегенді аласыздар, басқа алмайсыздар. .sql дегенді аласыздар, выбрать басасыздар, и потом мына жақта кішірейтесіз, потом мына жақта ок деген бар, соны басып күтесіздер. Вот достар, осылай қосылып болады. И мына жақта вот бәрі қосылып болды. Енді шыға берсек болады. Потом енді бәрі нормально, все хост осылай тұра береді. Енді мына жақта друзья дегенге кірсеңіздер, өздеріңіздің достарыңызды управлениеге қоссаңыздар болады. Вот, енді осы жақта біз не істейміз? Мынау керек болды, адрес дегенді копировать етіп аламыз. И вот болды. Жоқ, MySQL-ға қайттан басамыз. И мына жақта логин, имя, жоқ. Логин, потом пароль. Осы екеуін копировать етесіздер. Управлениеге қайттан барасыздар, IP тоже копировать етеміз. И файловый менеджерға қайттан барамыз. Вот. Файловый менеджерді ашамыз, загрузки, өзіміздің тұрған тутор деген модқа басамыз. И мына жақта script files дегенге басамыз, міне. Осыған басамыз. И MySQL settings.ini деп тұрады. Осыны басамыз. И мына жақта gs дегенді таңдаймыз да. Потом осы жақтан бізге бағанағы user дегенді қоямыз. Екі gs-ке де. Вот, username және database-ке бағана user дегенді қоямыз, логин. И password деген жерге bullet post деп тұр, осы жерге біз паролімізді қоямыз, MySQL-дың. Вот, FTP-ның паролін қоймаңыздар, шатасып. И host дегенге тиіспейміз, тұра береді. И сохранить басамыз. Вот, сохранить етеміз. Сохранить етілді. И server.ini дегенді тоже басамыз. Ішінде ашсақ, donat деген тұрады. Donat дегенге не жазамыз? Мысалы, обычный игрокқа қанша донат беріледі? Мысалы, 0 менде. И ақша, кірген кезде қанша ақша береді? Мысалы, 10 мың дейік. Вот, 10 мың беріледі деп қояйық. И право 1 деген, 1 деп қойсақ, онда право беріледі машинаға. И 0 десек, право берілмейді. Автошкаладан өту керек болады. Мен 1 дей салайын. И лицензия на оружие 1 десеңіздер беріледі, 0 десеңіздер берілмейді. И level кірген кезде қаншасыншы уровень болып тұру керек. 10 уровень болса да болады. И 1 уровень қоямын. И тест және бонус дегенге тиіспейміз. И все. Сохранить етеміз. Енді шығамыз. Потом енді осы жақта сервер KFG деген тұрады. Сервер KFG-ны ашамыз. И мына жақта bint деген тұрады. Вот bint. Осының жанындағы IP-дің үстін басамыз. И бұны бағанағы өзіміздің IP-мізге қоямыз. И артындағы 55-75 дегенді алып, и қос нүкте тоже қосып алып тастаймыз. И астында порт дегенге 55-75 деген жазамыз. 55-75 болды. Все. Енді сохранить басамыз. Басқаға тиіспейміз. Все, енді шығамыз. Потом енді осыны копировать етеміз полностью. Вот. Копировать етеміз. Вот. Бәрі копировать етілді. Копировать етеміз. И енді шығамыз да удаленный службаға қайттан барамыз. И бағанағы FTP-мызға кіреміз. И осы жаққа вставить деген басамыз. Вот. Енді осы толу керек. Бұл ақырын толады интернеттің жылдамдығына байланысты. Бұл тұра береді, біз шығып кетеміз. Потом осы жақтан тағы бір любой, мысалы бағана файловый менеджерда бізде копирование жүріп жатыр. Бұл болам дегенше біз
екінші SH проводник деген болады. Осыған кіріп загрузкаға кіріп бағанағы модымызға кіреміз. Мод и game mods дегенге кіреміз. Вот game mods. И наяқтан buyofdev.pvn дегенді ашамыз. И наяқта астыға жай түсеміз. Жай түскен кезде вот осы жақта настройки сервера деп тұрады. Сервер name деген жерге аламыз да, мысалы Grand Kazakhstan деп тұр. Осылай өзгертуге болады. Flin RP дейміз. Мысалы Барыс RP деп қойсақ та болады. Вот. Менде Grand Kazakhstanға тұра берсін видео үшін. Вот, сохранить басамыз. И наяқта қалғандарына пока что тиіспей тұрамыз. Оны потом өзгертіп аласыздар. Скомпилирование етілген кезде ошибка шығуы мүмкін. Только сервер name ауыстырамыз и сервер басқасын ауыстырмаймыз. Болды. Қалғандарын потом ауыстырасыздар. Осы сайт map name дегендер потом ауыстырасыздар. Вот. Енді наяқтан былай іздейміз. Поиск басамыз. Алматы и пробел басамыз 01 деп. Найти басамыз. И наяқта вот добро пожаловать на сервер Алматы 01 деп тұрады. Осыны өздеріңіздің сервердің атына ауыстырасыздар. Вот сервердің атына ауыстырасыздар. Мысалы тест дей салайық. Тест 01. Любой 01 қоспасаңыз да болады. Вот, осылай қоясыздар. И все. И ойында мысалы чатта не шығады бәрін соны жаттап аласыздар да. И мынаяққа поискқа жазасыздар. Соны іздеп. Мысалы ойында кірген кезде добро пожаловать на сервер дегенді іздеу үшін былай сол жердегі любой бір әріпті жазамыз. Мысалы тест и 01. Вот 01 деп жазсақ, вот осы жақтан бағанағы әріпіміз шығады. Осыны қазақшаға жазсаңыздар да болады. Ескерту, мына жақта Q, E, Ң, Ғ, Ү, О дегендер, Ә дегендер істетілмейді. Қазақша әріптер. Ойында ол әріптер көрсетілмей қалады. Сондықтан Әнің орнына А, мысалы Q-ның орнына К деп сондай істесеңіздер болады. Или орысша тұра береді. Вот. Сохранить басамыз. И вот. Подпишитесь в наш телеграм-канал, инфо-канал. И мына жақта өзгертсеңіздер болады мынаны. Вот. Басқа да заттарды өзгертсеңіз болады. Бұл жақта ескертейін. Бәрі теңге деп жазылып тұр. Рубль деген нәрсе жоқ. Мен бәрін теңге деп ауыстырып қойғанмын. Сондықтан оларға тиіспей қойыңыздар. Вот. Осылай сохранить етеміз. И потом шығып кетеміз. И бағанағы скачать еткен eHacker деген осы программаны ашамыз. Вот. eHacker Windows эмулятор деген осыны ашамыз. И на жақта 3 сызық басамыз. Управление контейнерами деген басамыз. И на жақта сіздерде плюсик тұрады төбесінде. Осы плюсикті басамыз. Вот, китайский ояқта. Потом осы жақта создать еткен контейнерді ашамыз. 3 точка басамыз жанындағы. И на жақта ең үстіндегі әріпті басамыз. Фотозагрузка жүреді. И на жақта осындай экран шығады. Қазір күтесіздер, загрузка етеді. И потом на жақта өзіміздің модтың атын табамыз. Мысалы, мына мод Байбунди деген. Вот осыны ашамыз. 2 рет бассаңыздар ашады. И на жақта Павна дегенді ашамыз ішіндегі.
Потом pavno.exe дегенді ашамыз. И кішкене күтеміз. Потом мына жақта үстінде файл деп тұр. Pavnoның астыңғы жағында сары папка дегенді басамыз. Видеоны ақырындатып көріп алсаңыздар болады дұрыстап. Осы жақтан енді сыртқа қарай шығамыз. Енді аяқтан өзіміздің модымызға қайттан кіреміз. Вот, енді мына жақтан game mods дегенді ашамыз. Енді аяқтан buyofdev.pvn дегенді басамыз. Вот, осы жаққа түсті. Вот, біздің модтың заты. Енді аяқта көкті play, в общем, старт бір кнопка. Көкті басамыз. И күтеміз. Шығып кетпейміз, до конца күтеміз. Видеоны ақырындатып көре барсаңыздар болады, асықпай. Дұрыстап. Қазір до конца күтеміз. И все. Скомпилировать етілгенде бағанадай қара бір экран шығады. Бұрыштан. И вот, осылай болады. И шығып кетеміз дағы. Потом бізде мод скомпилировать етіледі. Все, болды, мод готово. Мод дайын тұр. Енді файловый менеджердағы FTP-ға салынып жатқан модты күтетін боламыз. Осы болған соң ары қарай көрсететін боламын. Вот, достар, менде FTP-ға мод скопировать етіліп болды. Енді мына жақта бәрі готово, дайын. Енді қайттан загрузкаға барамыз. Бағана дайындап қойған модымызға қайттан кіреміз. И game mods дегенге кіреміз. Потом осы жақтан buyofdev.pvn және .amx дегенді басамыз. amx. Потом осыны копировать етеміз. И қайттан біз удаленный службаға барамыз. Өзіміздің FTP-мызға кіреміз. И game modsқа кіреміз. И ставить басамыз. На жақта применить к всем файлам и перезаписать. И күтеміз осыны. Вот, достар, бағанағы PVN-дарымыз екеуі, AMX екеуі копировать етіп болды. Все, модтан бәрі готово. Все, мод қосу час 1-дің сабағы уроғы аяқталды. Час 1 аяқталды. Енді час 2-ні күтіңдер, әрине лайк басыңдар, тіркеліңдер и комментарий жазыңдар, сонда екінші час шығады. Және де нақты информациялар астыда описаниеда болады. Сондықтан қараңдар, не скачать ету керек, және де мен телеграмға деген ссылкам описаниеда болады. Және де тіркеліңдер и телеграм каналға тоже тіркеліңдер. И екінші частты потом шығарамын. Күтіңдер. Сау болыңдар. Whoa, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they will run you down to the door. Yeah, someday we'll run you down till you fall, and they will run you
way down we go. So way down we go. Way down we go.